Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда пеште дайындалатын шашлықтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қажетті ингредиенттердің барлығын толықтай описаниеге қалдырып кететін боламын. Алдымен тауықтың етін жақсылап жуып аламыз, кейін видеодағыдай етіп турап шығамыз. Қатты ұсақтап тураудың қажеті жоқ. Тауықтың етін видеодағыдай етіп турап алдым. Енді дәміне қарай тұз қосамын. Және де кептірілген сарымсақ, яғни чеснок. Дәл осы түрі барлық супермаркеттерде сатылады. Сонымен қатар хмели сунели қосамын. Және де бізге кетчуп қажет болады. Бір үлкен қасық кетчуп, зәйтүн майы және де соя тұздығын қосамын. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз және де бөлме температурасына 30 минутқа қойып қоямыз. Міндетті түрде қақпағын жауып қойыңыздар. Менде шашлықтың қасына картоп болады. Видеодағыдай етіп турап шығамын. Басқа да көкөністерді қолдансаңыздар болады. Картопты ыдысқа салып, дәміне қарай тұз қосамын, кептірілген сарымсақ, хмели сунели, зәйтүн майын құйып, жақсылап араластырып аламын. Жарты сағат уақыт өтті. Біздің тауықтың еті жақсы маринадталды. Енді видеодағыдай шпажкіге еттерді орналастырамыз. Шашлыкты видеодағыдай етіп, осы картоптың үстіндегі ыдысқа орналастырамын. Екеуі бірге пісіп шығатын болады. Осылай ыдысымызға салып алдық. Енді қызып тұрған пешке шамамен 35-40 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. Осымен біздің шашлығымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер шашлық жегілеріңіз келіп жүрсе, үйден осылай жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.